Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Шекербекұлы Рахматулла. Мына қала әкімі Мақажанов депутаттардың хатшысы, маслихат депутаты Балабиев және де мына Сулпактың директоры әңгіме жоқ, беттерің қалың екен. Мына мына үйдің артында мектеп тұр, 14-ші мектеп. Мен сендерге өткенде адам сияқты келіп айттым. Мына тротуар, оқушылар келеді, тұрғындар келеді. Осы жолды дұрыстаңдар дедім. Бір айдан аса, 2 ай уақыт өтті. Не мынау? Міне оқушылар келеді. Жақсы ма? Жерлестеріңіз жүргені? Ыңғайлы жүріп атсыздар ма, апай? Міне оқушылар үсіп жүреді. Мынаны қара, индейтіс қаяққа келе жатыр. Тротуар емес па? Бетін жауады, не істеймін сен бетін? Тағы бір индейтіс. Балақайлар, әкімге сәлем дейсіңдер ма? Әкімге сәлем деңдерші. Жарайсыңдар. Мені кішкентай балалар да көреді, Дәурен. Әйтпесе мен сенің кім екеніңді айтатын едім, дәл осы тікелей эфирде бар ғой. Түсініп тұрған шығарсың өзіңнің кім екеніңді. Бәрі де түсініп тұр ғой, қалалықтарға мынандай жол жасап отқан Балабиев сен де біледі ғой кім екеніңді. Мә. Білмеймін, мына жерде қалай жүруге болатынын. Сөз жоқ бар ғой. Мына Сулпактың иесінің де директорінде ұяттары да, арлары да, намыстары да жоқ сияқты. Мына адам жүретін тротуар кәдімгі. Мына қақпағын қара, Мақажанов, сен ба темірге өткізіп жүрген? Мына жерден келеді Сулпаққа тұтынушылары, алушылары, ақша түсіріп отқан адамдар. Былай алады тротуарды. Басатта міне. Мына жерде асфальт төсесеңдер, банкрот боласыңдар ма, түсінбедім сендер. Не мұны? Қалаң қағортас Сейфуллин Яссауи. Жанболдың айтқанынан жүгірмедік. Айтқанына құлақ ілмедік деп өздеріңе абырой таппайсыңдар. Маған бәрібір, мен шығара берем. Иті де, биті де күліп қарап отырсын. Сұрқиялар сендерге. Құрметпен Жанбол Шекербекұлы Рахматулла. Құрметпен дегенде қалалықтарға, өзімнің жерлестеріме құрметпен. Ал сендерге Мақажанов, Балабиев, білесіңдер ғой неме екенін.